Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қалдеріңіз қалай? Сіздерде барлығы жақсы деген үміттемін. Merhabalar, hoş geldiniz. Бүгін көріп отырғандарыңыздай менің құрбым Зейнеп қонаққа келді. Біз 5-тің шайын ішіп алдық. Енді бірге осы кешкі асқа сыкма деп аталатын ұннан жасалатын выпечкасын дайындайтын боламыз. Түріктің тек қана 3 ингредиенттен тұрады қамырымыз. Яғни Un, su, tuz. Мінекей, түсіндіңіздер деп ойлаймын, аударып қажет жоқ. Un, su, tuz. Aynı казакча gibi. Un, su, tuz. 15 штук бөрек үшін 15 кәсе қойдық. Енді кәдімгі стаканмен өлшейтін болсаңыздар, шамамен 7-8 стакан ұн мында менде. Қазір осыдан 15 бөрек шығаруға тырысамыз, енді көреміз қанша шығатынын. Шамамен бір ас қасық тұз қостық. Енді суын қосамын. Su yavaş yavaş mı ekliyorum? Hayır. Hemen mi dökebilirim? Aynen. Hı? Aynen hemen dökebilirsin. Zeynep mаған айтып тұр. Қалай дайындау керектігін. Мінекей қамыр дайындағандай болдым. Şöyle alacağız. Testi şöyle alırız. Şöyle yuvarlayabiliyoruz. Evet, gayet iyi. Evet, elde çok iyi yuvarlanıyor. Rahat bak, yorulmuyorum. Şekil de kolay alıyor. Tamam. Üstüne bir un atıp açtın mı? Güzel. 10 numara işimiz. Қамыр керемет болып шықты деді, яғни жұп-жұмсақ, қолға да жабыспайды қазір. Бірақ жұп-жұмсақ, қараңыздар. Kulak memesin, senin kulağın gözükmüyor. Benim kulak memem gibi mi? Evet, aynen. Az önce de aynısı. Kulağını жұмсақ жері сол сияқты болу керек дейді, қарап көріп жатыр. Hazır kullandım. Қазір дайындап бастаймыз. Бөрегімізді мынандай сач деп аталатын мынандай 4 бұрышты, негізі дөңгелек түрлері болады. Бізде 4 бұрышты мынандай үйде осының üstüne қазір пісіреміз. Ev koşullarında bu çok güzel bir sistemmiş bu arada saç olması. Ama böyle saç yoksa da işte böyle tavada yapıyoruz yani. Мынандай сач болмаса, табада да дайындауға болады деп жатыр. Негізі дөңгелек сачлар да болады. Мына жерге фотосын қалдырып кетейін. Түркияда өте кең танымал, бірақ ондай жоқ болған жағдайда кәдімгі табада да пісірсе болады екен. Сонымен бастаймыз. Mesela yine göz kararı şöyle aldım. Şekil verdim şöyle. Şöyle ondan sonra yuvarladım. Ha bak bu olur bak elimin için. Hem benim elim biraz küçük ama. Sonra işte bunu böyle açtırtırıp gideceğim. Yani şu elin içinde doldurması önemli işte. Ne çok boş ne çok dolu. Осылайша кішкентай дөңгелек қамырларды алып, осылайша қолымызбен жақсылап дөңгелеткен кезде ішінде ауа қалмауын қажет. Hava olmaması lazım, ne var içinde? Sonra bile bastırıyoruz. Sonra bastırıyoruz, ilk şeklini veriyoruz yani. Ondan sonra işte Peki, böyle açacağız. Alakalı yani. Üstüne. Sırf buat. Шамамен 2 миллиметрдей қалыңдығы, қатты жұқа емес. Üzerine buraya mı koyayım? Göstereyim. Мінекей осындай лепешкалар шықты. Лаваш деп лаваш емес. Бірақ осындай. Bu lavaş sayılır mı, lavaş değil mi? O lavaştan daha kalın. Lavaş sayılmaz. Lavaştan кішкене қалыңдау. Мінекей. Осындай болып пісіп шықты. Әп-әдемі болып. Бізде мында сұйық май. Мінекей. Қазір Zeynep күштеп салмасын дайындайды. Sana hazırlıyorum. Zeynep, sen ne yapıyorsun?
Ben şimdi içimiz olan patatesleri küp küp şekilde doğradım. Son patatesimiz de artık hazır. Mineki bize kartopta munjir tәріздес пісірдік. Осылай суға пісіріп алдық. Содан кейін сыртында қабығын ашып, осылайша төртбұрыш қылып турады күштетіп. Енді мінекей мына жерде 3 piyaz, onu da осылайша төртбұрыш қылып турады. Elimin yaşlılığı beni engelliyor. Şimdi biliyorum yağ değdiği an o yağ delirecek. O yüzden elime biraz bekletmek istedim. İyi olmuş. Sonra şimdi soğanı şöyle biraz sararıncaya kadar kavuracağız. Mineki қуырылды біздің пияз үстіне томат пен паста қосатын боламыз. Belli mi müddet kavurduk. Sonra salçayı döküyoruz hani yanmasın diye. İçinde. Ama salça da belli bir müddet kavrulacak tabii. Zeynep тағы кішкене қосып қуырды. Ішіне кішкене томат пен пастаны тағы да қосып қуырды күштетіп. Енді мінекей қуырылған осы пиязымызды картоптың үстіне қосып жатыр. Bence şimdi de atmak lazım ya da haş olacak sonra. Salçasını atmıştık ama biraz daha atabilirsin yani. Karaburuş. Çünkü ben çok atmadım. Bize tomat pен паста tuzlu болған соң tuzun қосқан жоқпыз, бірақ қазір қараймыз tuzuna. Şunu atayım mı? Biraz atabilirsin. Қызыл қара бұрыш қосып жатырмыз. Soğanı atardık. Tuz қостық кішкене. İyi ama. Екінші салмамыз біздің ірімшікпен. Мұнда бізде әртүрлі ірімшіктер бар. Жалпы күфлі пенір деген жаңағы сыр с плесенью дейді ғой. Сонда сыр с плесенью, сосын кәдімгідей творог, содан кейін мындай твердый сыр, қатты ірімшік. Және үстіне мінекей Zeynep Ve peyniri malzemesinde domates ve maydanoz olduğunu söylemiştik. Şimdi domatesleri gördüm. Bu bir tane domates. Кішкентай ғана қызанақ, және де қазір үстіне кішкене ғана осы зелень дейді ғой, бізде петрушка. Морозилкадан шығарған болатын. Міне осы петрушканы қосамыз ішіне. Және де біздің екінші салмамыз дайын десек те болады. Bize göster. Sığıp жасайтын болғасын, есіміз sıkma деп қойған. Şöyle bir sıra halinde sıkabileceğim kadar yer bırakıyorum. Çok fazla da koymuyorum aslında. Koyduğum zaman zaten yarısını alıyorum. Şöyle 2 sıra gibi. Негізінен көптеген әртүрлі вариациядағы салмалармен жасайды. Бізде бүгін картоп пен ірімшік. Негізінен кейбірлері шпинатпен жасайды. Hem de etli de yapanlar vardır kesin, değil mi? Vardır herhalde. Ama biz genelde hiç etli yapmayız. Еттен де жасайтын сияқты меніңше. Biraz sıka sıka gidiyorum. Oh, ne güzel. Hazır. Şöyle de aslında peynir de gözüküyor. İçinde patates de var. Bir tadına bakacağım.
çıkmış. Aslında patates peynirin içinde çok absürt durmuyor. Güzel midir ya? İyi yani. Birbirine karışabilen bir ikili oldu. Güzel mi çıktı? İyi diyebilirim. Deneyebilirsiniz. Genel olarak dürüm nasıl çıktı? Ha? Dürüm nasıl çıktı? Ve bu tarafa bakabilir miyim? Ben de merak ettim. Bak. Beğendin mi sen de? Біреуін ішіне ірімшік пен картопты араластырдық, соны көріп жатырмыз ғой бірге. Қалай болады екен деп. Күшті. Sen bitir onu saltanat. Bana bırakırsın şuradan. Tamam, bırakırım. Сонымен видеом соңына келіп жетті. Егер видеом ұнаған болса, лайктарыңызды қоя кетіңіздер. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіз. Міндетті түрде жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.